Баралтарыңыз сәлем, жасым 28-де, осы 28 жасымда алған топ 10 сабақпен бөліскім келіп отыр. Сендерде ойларың болса, міндетті түрде комментарий жазып кетіңдер, мен кері байланыс беретін боламын. Бірден бастап кетейін. Бірінші сабақ, ол дейтін өзінің өміріңе составленный комментарий бер дейді ғой. То есть, елестетші, сенің өмірің ол сериал. Жаңағы сериалдың главный геройы ол сен. Егер жаңағы главный герой күніне 4 сағат тиктокта отыратын болса, ешқандай жаңа әрекет жасамайтын болса, ол главный геройдың нәтижесі белгілі болады. Дәл солай өз өміріңе составленный бір оценка беретін болсаң, сенің әрекеттерің өзгеріп бастайды екен. Бұл біріншіден. Екіншіден, принцип Паретто 80-ге 20, 20-ға 80. Шын мәнінде келетін болсақ, достар, мен бұл нәрсені 20 жасында түсіндім. Яғни, көптеген адамдардың қателігі, олар көп қимылдағысы келмейді, қиналғысы келмейді, нәтижені бірден қалап тұрады. Негізінен келетін болсақ, фокусты нәтижеге емес, а именно действияға жасау керек. Өйткені өзің ойлап қараңдар, элементарно осы ютубтың монтажын жасап шығу үшін адамда қабілеті болу керек. Ол қабілетті ол қиыншылықпен алып келеді. Принцип Пареттоның бір мотивационный жағы мынандай. Сенің 80% жасаған әрекеттің, энергияң, уақытың, ақшаң түбінде ол саған 20% результат әкеледі. Ойлашы, 20%. Бірақ уақыт өте келе сен профессионал бола бастайсың. То есть уже керісінше сенің 20% энергияң, 20% уақытың, ақшаң, әрекетің уже 80% результатқа келеді. То есть орындары ауысып кетеді. Сенің мақсатың белгілі бір істі бастаған кезде осыны түсіну. Қазір қиналасың, бірақ артында саған жеңіл болады. Окей, үшіншісі уақыт жылдамдығын азайту. Шын мәнінде келетін болса, қазіргі таңда уақыт бұрыннан қарағанда тезірек жүретін сияқты. Бала кезімде елестететін болсам, егер еске салатын болсам, бір күндік өмірім ол өте ұзақ болатын. Қазір бір күндік өмір ол таңертең вроде сағат 8-де тұрдым, тренировкаға бардым, көзді аштым, кешкі сағат 5, мен уже келесі сабағымды дайындап жатамын. Өте быстро. Негізіне келетін болсақ, ешқандай бұл жерде заңдылықтар жоқ, уақыт азайған жоқ, просто әрекетіміз азайып кеткен. Өйткені біз интернет, YouTube, Instagram сияқты құралдармен уақытымызды тез өткізе аламыз. Бұрында ондай болмаған. Сенде бұрында өте көп әрекетің болды. Бала кезінде сен өте көп ойнайсың, өте көп нәрсені ойластырасың, экспериментировать етесің, сол үшін уақытың өтпейді. Айтқым келіп тұрғаны, қазіргі таңда уақытыңды азайтқың келсе, точнее қысқартқың келсе жылдамдығын, онда просто көбірек әрекет жасап отырсыз. Элементарно, жасың 30-ға келсе де жаңа нәрсені бастап кету ешқашанда кеш емес. Даже сен сурет салып хоббиң болса, пластилин ойнаған келсе де бәрібір ең бастысы әртүрлі әрекеттермен сен уақыт жылдамдығын азайта аласың. Төртіншісі, шүкіршілік ету, бірақ көп нәрсені алуға қорықпау. Почему-то біздің понятиемізді қалыптасып кеткен, типа армандама, қиялдама, шүкіршілік ет дейді. На самом деле шүкіршілік ету де керек, и в то же время үлкенірек бір нәтижелерге жүгіру керек. Так что сен егерде жылына $1 миллион табатын предприниматель болғың келсе, сен оны таба аласың. Просто шүкіршілік етуді ұмытпа, болды. В принципе, барлығы жақсы болады. Бесіншісі, нақты мақсат қоюды үйрен. Байқайсыңдар ма, 2025-те жаңа жыл болды, сен осы жылда, жыртам, бүйтем, сөйтем дейсің, но мотивация быстро кетіп қалады. Неге десең, сенің просто нақты мақсатың жоқ. Саған әртүрлі коучтар, мамандар әртүрлі советтер береді. Жақсы көретін ісіңмен айналыс, өзіңнің өмірлік призванияңды тап, анау да мынау. Негізінен келетін болсақ ол емес. Сен өзіңді нені қалайсың? Соған қарай нақты мақсатыңды жазып шығу керексің. То есть сен сначала қоясың мақсатты, артынан оған қоясың планды, артынан жазасың стратегияны. Мысалы үшін 2025-те менің жасым 29-ға толады. 30 жасыма дейін мен көп нәрсені үлгеріп кеткім келіп тұр. И ол көп нәрсені маған жеңіл түрде іске асыру үшін мен әр айға оны бөліп тастадым. Мысалы үшін январь айында мен мынаны үлгерім керек, февральда мынаны істеймін и так далее. Мысалы үшін февраль айында мен толықтай ағылшын тіліне бергім келіп отыр, себебі 30 жасыма келген кезде бұйыртса шетелге оқуға түсем ба деп отырмын. Почему бы и нет, да, там, неге мен одан отказ бергім керек дейтін де ғой. Сол сияқты. То есть просто нақты мақсат қойып үйреніп алсаң, сенің нәтижең тезірек саған жететін болады. Алтыншы совет – инвестировать ету. Негізінен келетін болсақ, біздің қазіргі таңда проблема ол ақшаның жетіспеушілігі, көптеген адамдардың ойлауынша. Хотя бы бір 5.000 теңгеден ай сайын бөліп инвестировать етуге болады ғой. Мейлі ол криптовалюта болсын, акция болсын. Бірақ 5.000 теңгеден біз үлкен нәтиже көрмейміз ау деп ол жаққа әрекет еткіміз келмейді. Негізінен келетін болсақ, 1 теңгеден болсын инвестицияны қазірден бастап кету керек, себебі сенде бағанағыдай екінші совет принцип Паретто басталады. Сенің 80% әрекетің 20% результатқа келеді. Бірақ уақыт өте келе сен инвестицияның арқасында өзіңнің самооценкаң өсе бастайды. Сен понимаешь, что ақшамен дұрыс жұмыс жасап отырсың.
жаңағы 5 мың теңгеден көрі сенде уже айына 50 мың теңге инвестировать ететін деңгейге жеткізетін құрал. Просто аздан бастауға қорықпа, вот и все. Инвестировать ету керек қазірден бастап, өйткені 10 жыл өте шығады. 10 жылдан кейін сен пенсияға шығып кете аласың. И бәрібір сенің жасың қазіргі таңда қаншада. 7-ші совет. Соңғы шешімдеріңе анализ жасау. Негізінен келетін болса, қазіргі таңда сенің табыс деңгейің, рухани деңгейің қандай? Ол осы уақытқа дейін қабылдаған шешімдердің результаты. Сенің Каспиіңді ашып қарасаң, сенде депозитте 200 мың теңге, Каспида 30 мың теңге болса, егер де ол саған ұнамаса, скорее всего, саған өзінің бір принциптеріңді немесе шешімдеріңді, әрекеттеріңді өзгерту керек. Былай ғой, біздің Қазақстандағы жігіттердің үлкен қателігі ол оның подсознаниясында. Негізінен келетін болсақ, біз бір деңгейден екінші деңгейге өтуге қорқамыз. То есть подростковый периодтан еркектік периодтан там уже қартаю жолына түсу дейтіндей, потому что мен өзімнен білем, жасым 30-ға таяп қалды, мен кішігірім балалық шақпен қоштасқым кеп тұрған жоқ. Бірақ маған ары қарай өсу үшін, өну үшін міндетті түрде переход жасауым қажет. Қазіргі таңда 23-24 жастағы жігіттердің подсознаниясында әлі мамасының баласы. Олар ерте үйленіп алғанымен, бірақ бәрібір де соңында балалық шақтан шыға алмай қалады. Соңы либо отбасын асырай алмай қалады, либо ажырасуға кетеді. Просто подсознаниямен келесі деңгейге өтуге қорықпа. Осы. 8-ші, ақша көп немесе аз болмайды екен, достар. Шын мәнінде келетін болсақ, біздің ақшаға дейтін отношениеміз ол әртүрлі болады. Ақшада көп аз деген понятие жоқ. Қазір сендерге түсіндіріп айтамын. Мен Таиландта болған кезде гостиницаны байқаймын. Күніне $5000 суткасы. Ты сөйлеші? Бір гостиница суткасы комнатаның күніне $5000. И мен ойлап қоям, мен ютубқа әдемі контент түсірейін, барып айтайын, давайте мен сендерге $2000 төлейін, сендер маған 2 күнге беріңдер деп. Өзінше хитрым, потому что менің сознаниемда ана гостиница ақша тауып жатқан жоқ, бәрібір де $5000 күннен төлейтін адамдар жоқ. Бірақ ең қызығы, мен барсам вообще бос орын жоқ екен. Шынымен де келетін болсақ, күніне $5000 гостиницаға төлей алатын адамдар бар. Частный самолет сатып алатын адамдар бар. Өзін ойлап қарашы, ол адамдардың біздің негізінен келетін болса, ешқандай айырмашылығы жоқ. Так қалай біз өзімізді сондай деңгейге шығара аламыз? Сол жайлы ойлайтын болсаң, сенде әрекеттерің өзгереді. Тіпті сенің қызметің қымбат тұралады. Элементарно қазіргі таңда бізде Инстаграмда таргет жүргізетін жігіттер мен қыздар бар. Біреулері таргет услугасын 50 мың теңгеден сатса, біреулері 1 миллион теңгеден сатады. Ол дейтініміз уже о чем-то говорит. 9-шысы внешний вид. Шын мәнінде 28 жасыма келгелі маған, в принципе, киімге, шашыма бәрібір болып кетті. Тіпті кейде сақалым өсіп қалса да, оны алмай жүре бере алам. 23-24 жасында мен дейтін киімге өте қатты қарайтынмын, внешний видке прям уайымдайтынмын, қалай көрінем адамдардың көзінше, шашым өсіп кетсе жүгіріп барып барбершопқа жазылып дейтіндей. Қазіргі таңда бәрі, тіпті мен осы жерде отырмын, YouTube түсіріп, сендер білесіңдер, мен трейдермін, бірақ менің үстімдегі толстовкам уже 5 жыл болды. И ол мен 5 жыл қатарынан Инстаграмда көрсетке жатырмын. Просто стало пофигу. И негізінен келетін болсақ, менің ойымда более глобальный мәселелер бар. Қалай мен компаниямда қазіргі таңда $1 миллион оборотқа шығарсам болады? Қалай мен басқа деңгейге өте аламын? Қалай мен Қазақстанда значимый адамдардың жанында жүретін азаматқа айнала аламын? То есть мен сол жақтарға упор қойған соң түсінемін. Менен қажетті инструмент ол адамдарға ол полезность. Мен бір пайдам тию керек. Обществоға, жаңағы адамдарға дейтіндей. Так что киім анамна уже менде мусорға түсіп кеткен заттар. 10-шы және ең соңғысы, бала кезінен мамамның маған берген тәрбиесі қолынан келмейтін затты істе дейтін. То есть қолынан келетін затты ғана қалай беретін болсаң, ешқашан өспейсің дейтін. Мен біраз уақыт түсінбедім, алайда все-таки өзімнің анама осы совет үшін үлкен рахмет айтамын. Шын мәнінде сен өзіңе вызов тастауға қорықпау қажетсің. Неге біреулер жасарса сен жасай алмайсың? Әнші болғың келе ме? Пожалуйста, вокалистің курсын ал. Суретші болғың келе ме? Пожалуйста. Сен қолынан бәрі келеді. Сен осыны түсінуің қажет. Просто вопрос в другом. Сенде ниетің жоқ, намерениң жоқ. Мен недавно Инстаграмда бір видеоны көремін. Мужик айтады, егер де мен қазір дейді, қарным ашып тұрса, мен магазинге барып тамақ келе аламын дейді. Бірақ далада жаңбыр жауып тұрса, мен қойшы дей сала аламын дейді. То есть зонтик алып жүргім келіп тұрған жоқ. Егер де менің үйімде, допустим, тағы да 2 адам бар, қарным одан да қатты ашып тұрса, одан басқа тағы да бір заттар керек болса, мен зонтигімді алып шығып магазинге барып келем дейді. Түсінсіздер ме? Тағы да бір мысал үшін менің басым ауырып тұр, аптекаға барып дәрі алып келу керек. Бірақ далада қатты суық. Мен онда үйде жата берем, кәдімгідей бір шай ішіп.
То есть сенің намерениеңе байланысты сенің әрекеттерің іске қалыптастырады. Егер де сенің бір жан досың айтады, маған срочно көмегің керек, мұнда менде беда десе, далада соғыс болып жатса да сен ол досыңа жүгіріп бара аласың. Айтқым келіп тұрғаны, обстоятельства ешқандай значение не имеет. Барлығы сенің ниетіңе байланысты. Ниетің түзу болса, қолынан кез келген затты іске асыра аласың. Мысалы үшін мен қазіргі таңда трейдермін. Өте көптеген стратегиялар экспериментировать етіп, Қазақстанда өзімнің бір орнымды білемін. Шын мәнінде келетін болсақ, мен кез келген трейдерға вызов тастай аламын. Анализ бойынша білім жағынан мен алдағы трейдерлердің бірі болып есептей аламын өзімді. Себебі өте көптеген тегін сигналдар, тегін сабақтар беріп, өзімді дәлелдеудемін. И оның барлығы негізіне келетін болсақ, просто когда ты сказал себе, неге басқалар трейдинг арқылы ақша таба алады, а мен таба алмаймын. Попробуй это же. Болды, просто вызов тастайсың, до конца кетесің. Комментарий жазып кет, мен оқып, саған кері байланыс беретін боламын.